Шынайы ықылас пен ниеттің маңыздылығы. Шын мәнінде, Аллах тағала сендердің сыртқы дене бітімдеріңе, не түр-тұрпаттарыңа емес, жүректерің мен амалдарыңа қарайды. Кімде-кім жақсылық жасауға ниеттеніп, бірақ жасамаса, Хақ тағала оны толық жасалған бір жақсылық есебінде жазады. Егер де жақсылық жасауды ұйғарып, әрі оны жүзеге асырса, Аллах тағала сол бір ғана жақсылығы үшін 10 сауаптан бастап 700 есеге дейін, тіпті одан да еселеп сауап жазады. Кімде-кім қандай да бір жамандық жасауға ниеттеніп, алайда оны жасамаса, Аллах тағала оны өз құзырында толық жасалған бір жақсылық деп жазады. Ал егер ол ниет етіп ұйғарған жамандығын жасайтын болса, Аллах тағала сол жамандықты ғана жазады. Жомарттық. Әрбір таң арайлап атып, Аллахтың құлдары ұйқыларынан оянып жатқанда, көктен екі періште түседі. Бірі: «Уа Аллах тағалам, дүние мүлкін игі жолға жұмсағанның дүниесінің орнын толтыра көр» десе. Екіншісі: «Уа Аллах тағалам, жиған тергенін жұмсамай, тығып отырған сараңды шығынға ұшырат» деп дұға жасайды. Жоғарғы береген қол төменгі алаған қолдан әлде қалда қайырлы. Беретініңді алдымен өзің бағып қағуға міндетті жандарға бер. Садақаның қайырлысы артылған дүниеден берген садақа. Кімде-кім харамнан тыйылып, арын таза ұстауға тырысса, Аллах оны арлы қылады. Ал кімде-кім қолда барға қанағат қылып, ешкімнен тіленбесе, Аллах оны көңілі тоқ қанағатшыл етеді. Екі түрлі адамға ғана қызғанышпен қарауға болады. Аллахтың берген байлығын түгелсінше хақ жолында жұмсаған атымтай жомартқа, және Аллахтың бойына дарытқан даналығымен адамдар арасында туындаған дауларды оңтайлы шешуде билік айтып, әрі өзгелерге даналық тәлім үйреткен данышпанға. Аллах тағала: «Ей адам баласы, дүние мүлкіңді игі жолда жұмсағын, сонда саған да молынан берілетін болады» деп айтты. «Уа адам баласы, егер өзіңнен артылған дүниеңді садақа ретінде берсең, сол сен үшін сөзсіз қайырлы болмақ. Ал сараңдық қылсаң, сол дүниең түбінде өзіңе сор болып жапсады. Өзіңе жететін дүние мүлікке ие болғаны үшін саған айып тағылмайды. Қолыңдағы дүние мүлкіңді алдымен өзің асырап отырған жандардың қажетіне жұмсағын». Садақа бергеннен адамның дәулеті еш уақытта ортаймаған. Аллах тағала өзгелерге кешіріммен қараған құлының мерейін үстем қылады. Сондай-ақ Аллах үшін кішіпейіл болған әрбір адамның дәрежесін өсіреді. Расында Алла тағала адал садақаны ғана қабыл алады. Кімде-кім адал табысынан бір ғана құрманың бағасындай мөлшерде садақа берсе, Аллах тағала ол садақаны оң қолымен қабыл алады. Содан соң қайсы біріңнің мініс тайын баптап өсіргені секілді, Аллах тағала да адал садақаның берекесін арттырып, берген адам үшін таудай сауапқа айналдырады. Су отты қалай сөндірсе, садақа да дәл солай күнәларды жояды. Зекет беру арқылы дүние мүліктеріңді қорғаңдар. Садақа беру арқылы кеселдің бетін қайтарып, науқастарыңды емдеңдер. Сондай-ақ бәле жаладан дін аман болу үшін әрдайым Аллахқа жалбарынып дұға жасаңдар. Торсығыңның аузын буып, дүниеңді тығып ұстама. Әйтпесе Аллах тағала да саған берер ризығын байлап тастайды. Сабырлылық. Шынайы сабыр соққының алғашқы тиген сәтіндегі сабыр. Намаз ақиқатқа барар жолды шуаққа бөлейтін нұр. Садақа иманның шынайылығын көрсететін айқын дәлел. Сабырлылық болса, адамның өмірлік жолын жарқын ететін шуақ. Құран оған бойсынып, бойсынбауға байланысты саған жақ немесе саған қарсы бұлтартпас айғақ. Кімде-кім харамнан тыйылып, арын таза ұстауға тырысса, Аллах оны арлы қылады. Ал кімде-кім қолда барға қанағат қылып, ешкімнен тіленбесе, Аллах оны көңілі тоқ қанағатшыл етеді. Сондай-ақ кімде-кім сабырлы болуға тырысса, Аллах оған терең сабыр береді. Ешбір жанға сабырлылықтан үлкен әрі қайырлы сый бұйырмаған. Мүміннің жағдайы қандай ғажап. Шын мәнінде оның әрбір жай күйі өзі үшін қайырлы болмақ. Бұл одан өзгеге бұйырмаған бақыт. Ол қандай да бір қуанышқа бөленсе, бірден шүкір етеді.
мұнысы өзі үшін қайырлы болады. Ал басына бір қиындық келсе, сабырлылық танытады. Түбінде мұнысы да өзі үшін қайырлы болады. Аллах тағала мұсылман құлының басына келетін шаршап шалдығу, ұзаққа созылған ауру сырқау, уайым, құса мұң, күйініш және қайғы қасірет секілді қандай да бір ауыртпалық үшін, тіпті қолына немесе аяғына кірген кішкене тікен үшінде күнәларын жарылқап кешіреді. Егер Аллах тағала құлына жақсылық қаласа, күнәларының жазасын дереу осы дүниеде береді. Ал егер құлына жамандық қаласа, күнәларының жазасын қиямет күні толықтай тартқызу үшін кейінге қалдырады. Нағыз күшті жауырыны жерге тимеген, қарсыласын күресіп жыққан емес, тұла бойын ашуза кернегенде өз-өзін сабырға шақыра білген адам. Аударып құрастырған Асқар Болатбекұлы. Құрметті достар, келесі хадисті тыңдағыларыңыз келсе, маған тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.